Әр тікелей эфирге кірген сайын осы сұрақтарды қояды. Бір көрсетіп жіберейін тағы да. Баланың аяғы вальгус немесе варус болса, яғни варус дегеніміз О тәріздес, ал вальгус дегеніміз X тәріздес. Бұған массажды қалай жасаймыз? Яғни үйіңізге массаж келсе, X-образный болса, варус болса, іштен сыртқа қарай жасасын, хорошо? Іштен сыртқа қарай көбірек жасасын. Ал варус болса, О тәріздес, сырттан ішке қарай жасасын көбірек, хорошо? Сосын бұған обязательно бірінші парафин қою керек, потом массаж. Ана X-образныйге көбінесе физлечение береді. Ол физлечениені екі қапталына қояды. Түсіндіре алдым ғой, потом екі таяқ қою керек. Ол таяқты кейін көрсетемін қойып. Лайк. Сосын тағы көп қойылатын сұрақтардың бірі аяғының ұшымен жүреді дейді. Ол аяқтың ұшымен жүрсе, значит, неде балтырмен және ахилл сіңірі тартылып тұр деген сөз, Ол кезде балтырға көбірек массаж жасаймыз, және де ахилл сіңіріне көбірек мән береміз. Егер бұл аяқтың ұшымен жүретін кетірмейтін болсаңыз, ертең өскеннен кейін ол полибом битіп жүреді арасында оған операция істеуі мүмкін. Мына жеріне қиып, сол операцияға жеткізбей, массажбен жақсылап тұрып босатасыз. Общий массаж жасалады, бірақ осы жерде көбірек көңіл бөлсін. Міне, мына жердегі ахилл сіңіріне и балтырға. Түсіндіре алдым ба? Лайк бассаңызшы. Сосын гипоксия балдарға. Балаға гипоксия дегеніміз от деген жетіспеушілігі. Ондай балдарға мына маңдайына көбірек массаж жасаңыздар болады. Маңдайына бүйтіп екі саусақ бас бармақпен болған жоқ қойдыр. Міне осы жерлерге жасайсыз. Бала қан айналым жақсарып, күшті болады да. Сосын мына жаққа көңіл бөлесіздер. Міне. Мына жаққа көбірек массаж жасап. Бірақ общий массаж жасалады. Болды, боссың. Тағы не айтайын? Сосын балада көбінесе 3 айға дейін колика болады. Іші тырсады, бала мазасынан жылайды. Ол кезде ішін жайлап, сағат тілмен уқалайсыз, өстіп, жақсылап тұр, уқалаймыз. Бұлай жоғардан төмен қарай жасаймыз. Өстіп, жақсылап уқаласаңыз, потом уқалап болғаннан кейін 2 аяғын бүгіп, бүйтіп не аламыз, 2 аяғын бүгеміз кішкене. Потом кейбір балалардың іші көп өтеді, керісінше. Іші өте береді. Ондай балаларға керісінше жасаймыз. Сағат тілмен емес, керісінше жасаймыз. Осындай өзім білетін фишкалардың бәрін айтып отырам. Сіздер историяны жақсылап қарап, реакция қалдырып отырсаңыздар болды. Хорошо дей бергеніз. Сосын достар, көп балдар жауырын жабысады. Яғни жауырын жабысу дегеніміз медицинада жоқ. Ол гипертонустан, тонустың повышенный. Міне, мына жерде жауырын. Міне көрсет. Міне, осы жерде жабысып қалады. Тек қана бұл жер ғана емес, қолтық асты, иықтарды жабысып қалады. Оған массажды аккуратно жасаймыз, маймен. Міне, бүйтіп қолды салмаймыз. Қолды салсаңыз, балаға шокқа түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан абайлап, төменнен жоғары қарай ашамыз. Иықтардың бәрі ешқандай қиындығы жоқ. Өстіп отырып ашасыз болды, міне. Қолтық астында ашамыз. Әртүр. Қолтығы да жабысып қалады деп отырмыз ғой, Міне, қолтығын да ашамыз. Қолтықта тиіспейсіз. Міне жерде сіңір бар да, осы сіңірді ашамыз. Болды, міне. Балаға неприятный болады, бірақ ашылады. Лайк басамыз!